Ал келесі қарастыратынымыз мына 7-ші және 8-ші есептер екен. Сонымен бірінші есептің орнына ең бірінші x-тің орнына 0-ді қоюдан бастаймыз. Сонда 1 азайту 1 0, 0 бөлу 0 анықталмағандыққа келдік. Ал енді бұл кезде біз қандай пара-парлық кестесін қолданады екенбіз, соған мен тоқталып кетейін. Жалпы біз қазір мына бір пара-парлық кестесін пайдаланамыз. Бір қосылған fx-тің мысалға бір k дәрежесі азайтылған 1, бұл пара-пар болады k көбейтілген fx-пен. Қай кезде? Егер fx қандай болса, 0-ге ұмтылса. Сонымен бұл шартты қанағаттандырып тұрған сияқты. X 0-ге ұмтылса, онда синус x-тен 0-ге ұмтылады. Олай болса мен бұны қазір қалай жазсам болады? Бұл тең лимит x ұмтылғанда 0-ге 1 қосылған синус x-тің 1 бөлінген n дәрежесі азайтылған 1 бөлінген тангенс x. Сонда бұл пара-пар болады. Көріп отырғандарыңызда fx-тің орнында синус x тұр, ал k-ның орнында 1 бөлу n тұр екен. Сонда бөлшектің алымы x ұмтылғанда 0-ге неге пара-пар болады екен? 1 бөлінген n көбейтілген синус x-пен пара-пар болады екен. Ал бөлшектің бөліміндегі тангенс x бар. Сонда біз қазір егер синусты тангенске бөлетін болсақ, онда бұдан бізден не шығады? Лимит x ұмтылғанда 0-ге косинус x бөлінген n ғана қалады екен. Синус x-тар бір-бірімен не істейді? Қысқарып кетеді екен. Ал енді осыдан косинус x-ті x 0-ге ұмтылған кезде косинус x 1-ге ұмтылады, сонда бұның жауабы 1 бөлінген n шығады екен. Сонымен міне 7-ші есебімізді шығаруды аяқтадық. Ал енді келесі мынадай 8-ші есебімізге келейік. Ең бірінші минус 3-ті қоятын болсақ, бұл 0 бөлу 0-ге келетіндігін көріп отырмыз. Ал енді бұл кезде біз бұны бұрыштап бөлуімізге де болады, немесе Горнер схемасын қолдана салайық. Горнер схемасын қолдану үшін, онда мен бірінші бұның коэффициенттерін жазып шығайын. Міне 1, келесі қандай? 6, одан кейін 15, келесі 18. Яғни бұл қандай санға ұмтылады дейді? Минус 3-ке. Демек, онда минус 3-ті мұнда жазамыз. Міне минус 3. Онда сәйкесінше бірінші тұрған коэффициент өзі түседі. Минус 3-ке 1-ді көбейтеміз. Неше шығады? Минус 3, минус 3-ке 6-ны қосам, 3 шығады. Келесі минус 3 пен 3-ті көбейтем, минус 9. Келесі 15-тен 9 азайтамыз, 6 шығады. Тура солай минус 3-ті 6-ға көбейтеміз, қанша шығады бізде? Минус 18, минус 18-ге 18-ді қосамыз, 0. Яғни біз міне коэффициенттерін тауып алдық. Ал енді келесі тура осылай мына бөліміндегі тұрған функцияны жазып алайық. 3-ші дәрежелі көпіршілікті 1, 5, келесі 5, минус 3. Онда мен бұған минус 3-ті жазам, 1 түседі екен. Келесі минус 3-ке 1-ді көбейтем, минус 3, оған 5-ті қосам, 2. Келесі минус 3-ке 2-ні көбейтем, минус 6, минус 6-ға 5-ті қосам, минус 1. Минус 3 пен минус 1-ді көбейтеміз, плюс 3, плюс 3-ке минус 3-ті қосамыз, 0. Сонымен бізге ең маңызды болып тұрған міне мына сандар. Ал енді, олай болса бұны жалғастырайық мұнда. Лимит x ұмтылғанда минус 3-ке біз x минус 3-ке минус 3 деген сан өзі жалпы қандай функцияның түбірі еді? Ол x плюс 3 деген көпіршіліктің түбірі. Демек, онда x плюс 3-ке бөлген кездегі бүтін бөлігі неге тең екен? Мынау x квадраттың алдында коэффициент, мынау x-тің алдындағы мынау бос мүшесі. Демек, онда ол міне x квадрат қосылған 3x, келесі қосу 6 деп міне мынадай көбейткішке жіктеледі екен. Ал енді бұның бөліміне келетін болсақ, міне x қосылған 3, ал бөлімінде x квадрат плюс 2x минус 1 деп жіктеледі екен. Олай болса жазып қояйық міне. X квадрат қосу 2x азайту 1. Сонымен бұдан көріп отырғандарыңыздай x плюс 3-тер бір-бірімен не істейді? Қысқарып кетеді екен. Ал енді олай болса мына тұрған x-тердің орнына мен минус 3-ті қояйын. Сонда бұдан міне минус 3-тің квадраты қосылған 3 көбейту минус 3 қосу 6. Ал бұның бөліміне келетін болсақ, міне минус 3-тің квадраты қосылған 2 еселенген минус 3 азайту 1 деген шықты. Ал онда бұның мәнін мұнда жазайық. Міне мынау бөлік. Бұл бізде Горнер схемасы деп аталады. Егер оны үйренгілеріңіз келсе интернетке жазсаңыздар, неше түрлі үйрететін видеолар, материалдарды табуға болады. Ол ондай қатты қиын емес. Үйреніп алсаңыздар, бұл сіздерге өздеріңізге бір көмегін тигізеді деген ойдамын. Ал енді есептесек,
9 минус 9 екеуі бір-бірімен жойылды, бөлшектің алымында 6 қалды. Ал бөлшектің бөліміне келетін болсақ, 9, 9-дан 6-ны азайтамыз. 3, 3-тен 1-ді азайтамын. 2. Сонда бұның жауабы неше шығады екен? 3 шығады екен. Немесе бұны бар ғой, тағы есептеудің қандай тәсілі бар? Егер орнына қойғанда 0 бөлу 0 шықса, L'Hopital ережесін қолдана салуға болады. Яғни алымынан, бөлімнен туынды алу арқылы есептей салсаңыз да болады. Мына 7-ші есеп тура солай. L'Hopital ережесін қолдану арқылы есептейміз. Бірақ біз әлі туындыны бастамағандықтан, сондықтан біз қазір шектерді тек қана мына пара-парлық кестесімен есептейміз. Яғни туындыны өткеннен кейін ғана барып біз осылардың анықталмағандықтардың барлығын осы L'Hopital ережесін пайдалану арқылы шығаратын боламыз. Сонымен 7-ші және 8-ші есебімізді шығаруды аяқтадық. Барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.